Құрметті білім алушылар, сіздердің назарыңызға интерьерлерді көгалдандыру пәнінен 8-ші дәріс тақырыбы интерьерді көгалдандыруды қолданылатын өсімдіктердің ассортименті ұсынылады. Дәрістің мақсаты интерьерді көгалдандыруда қолданылатын өсімдіктердің алуан түрімен танысу, бөлме өсімдіктердің түрлеріне морфобиологиялық және экологиялық сипаттама беруді үйрену. Шығу тегі мен экология ерекшеліктері бойынша көгалдандыру үшін қолданылатын тропикалық және субтропикалық өсімдіктер өте алуан түрлі. Кейбіреулерінің отаны ылғалды тропикалық ормандар, басқалары муссонды ормандар мен саванналарда, үшінші ыстық сусыз шөлдерде, төртінші субтропиктерден шыққандары, тағы да басқа тіпті бір географиялық аймақтан шыққан өсімдіктерде қоршаған орта жағдайларына қойылатын талаптармен ерекшеленуі мүмкін. Бұл олардың өсімдіктер қауымдастығындағы әртүрлі орналасуына байланысты. Осы өсімдіктерді өсіру кезінде және жылыжайларда оларға күтім жасау әдістерін жасау кезінде микроклимат құру үшін табиғи факторларды, сондай-ақ өсімдіктердің өсуі мен даму ерекшеліктерін ескеру қажет. Шығу тегі бойынша бөлме өсімдіктері дәстүрлі түрде екі топқа бөлінеді: тропикалық және субтропикалық. Тропикалық өсімдіктер ылғалды тропикалық ормандардың, таулы тропикалық ормандардың, саванналардың, далалардың немесе шөлдердің туыстары болуы мүмкін. Сонымен қатар, олар сыртқы келбеті бойынша да, олардың мазмұнына қойылатын талаптар бойынша да айтарлықтай ерекшеленеді. Сонымен ылғалды тропикалық орман өсімдіктерінде тыныштық кезеңі жоқ табиғатта. Бөлме гүл өсу жағдайында егер сіз бұл өсімдіктердің ауа температурасы +16-22 градус температурада ұстасаңыз, тыныштық кезеңі іс жүзінде көрінбейді және көктемгі қысқы кезеңде де аздап өсуі байқалуы мүмкін. Бұл өсімдіктер тікелей күн сәулесіне төзбейді, жоғары ылғалдылықты қажет етеді. Тропикалық шөлдерден өсімдіктерді өсіру кезінде оларға жылу мен күн сәулесінің көптігін, тозған топырақ қоспасын қамтамасыз ету, суаруды шектеу маңызды. Мұндай өсімдіктерді өсірудің сәттілігінің міндетті шарты оларға тыныштық кезеңін іс жүзінде суарусыз салқын жағдайда құру. Субтропикалық аймақтан шыққан өсімдіктер үшін жарықтың көптігі, жоғары ылғалдылық және төмен оң температура маңызды көрсеткіштер болып табылады. Бұл өсімдіктер күндізгі және түнгі ауа температурасының төмендеуіне үйренген тыныштық кезеңін қажет етеді. Судың мөлшері жаңбырлы маусымға байланысты. Интерьерді көгалдандыру кезінде таңдалған ассортименттің экологиялық және эстетикалық сәйкестігіне ерекше назар аударылады. Түрлердің тізімі, өсімдіктердің атаулары мен олардың саны көрсетілген ассортимент парағы ретінде ұсынылады. Бұдан басқа түсіндірме жазбада пайдаланылатын өсімдіктердің сипаттамасы келтіріледі. Олардың экологиялық және агротехникалық талаптары көрсетіледі. Адиантум венерин шаш. Адианттар отаны оңтүстік Еуропа, солтүстік Америка. Көкжылдық шөптесін тамырлы өсімдік, жапырақтар ұзындығы 40 сантиметрге дейін, қауырсын тәрізді, жапырақтардың жарнақты дөңгелеккен сына тәрізді, нәзік, олардың жоғарғы бөлігінде спорангия бар. Жапырақтары жұқа қара. Жарықтандыру. Жарқын диффузиялық жарықтандыруды қажет етеді. Суару. Жер кесегі кеуіп кетпеу керек, қыста суару шектеулі. Ылғалдылық. Ылғал сүйгіш, құрғақ ауаға сезімтал, үнемі бүркуді қажет етеді. Температура бөлмелік. Қыста олар 10-15 градус температурада өсіріледі, бірақ төмен емес. Тыңайтқыштар. Минералды тұздардың 0,1-0,2% ерітіндісімен үстеп қоректендіреді. Топырақ. Отырғызу үшін жапырақты топырақтан, ойпатты шымтезектен, құмнан, тем бөліктерде топырақ немесе шымтезек топырағы немесе топырақ қоспасы қолданылады. Көбею. Тамыр сабақтың бөлінуімен споралармен оңай көбейеді, өздігінен себіледі. Қолдану. Ол топтарда көмекші және көлеңке түсіруші ретінде, солитарлы өсімдік ретінде қолданылады. Ампельді ретінде қолдануға болады. Бенджамин фикусы. Тұқ. Тұт. Отаны тропикалық Азия. Биіктігі 15-18 метрге дейін. Мәңгі жасыл ағаштар тармақталған ілулі жіңішке өсінділері бар. Ауа тамырларын құрайды. Жапырақтары сопақша жұмыртқа тәрізді,
ұзындығы 5-12 см және ені 2-5 см. Түбінде дөңгелек тығыз дерлік былғары жылтыр, шеттерінде сәл толқынды. Жарықтандыру орташа. Суару біркелкі, қалыпты жазда мол. Ылғалдылық қалыпты жазда жапырақтарды жуып ұшарбасты сумен шашырату ұсынылады. Температура қалыпты, қыста олар 16-18 градус температурада өсіріледі. Жел өттеріне және температураның күрт өзгеруіне теріс әсер етеді. Топырақ бос, қоректік, pH 5,5-6,5 аралығы. Көбею қалемшелермен қолдану. Санитарлы өсімдік ретінде топтарда негізгі акцепті немесе көмекші ретінде қолданылады. Назарларыңызға рахмет.